Қайырлы күн, достар. Бүгін біз ерекше вертикальный медовый торт дайындаймыз. Ол үшін біздер өте құрғақ антипригарный ыдысқа қантты салып, астын өте төменгі отқа қойып, яғни біздің қантымыз еруі керек. Асықпайсыздар, араластырмайсыздар. Барлығы видеодағыдай дайындалады. Қант өзі әбден еріп, қоңыр түске айналу керек. Ыдысты жайлап қана қозғап қарауға болады. Қантымыз қоңыр түске енгенше біздер бөлме температурасында еріп тұрған сары май мен медті микроволновкада ертіп алсаңыздар болады. Егер сіздерде микроволновка болмаса, бір кастрөлге құйып, өте төменгі отта екеуін ертіп аламыз. Видеоны соңына дейін қарауға кеңес беремін. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Сары май мен медіміз жақсылап ерігеннен кейін, жаңағы еріген қоңыр түске енген қантымыздың үстіне осы массамызды құйып, жақсылап араластырамыз. Асты өген баяу отта тұру керек. Үстіне нан соды саламыз, жақсылап араластырамыз. Әрине тасып кетпеу керек, қатты тездетіп араластырамыз осы жобада. Кішкене ұн салып жіберіп, тағы да араластырамыз. Себебі біздің массамыз қоңыр карамельді түс шығу керек. Осы кезеңде жұмыртқаны құйып тездетіп араластырамыз. Яғни жұмыртқаның сары өзі пісіп қалмау үшін өте тездетіп араластыруларыңыз керек. Массамызды оттан алып, ыдыста қалған ұнның үстіне толық массамызды аударып, яғни өте ыстық болады, қолдарыңызға сақ болыңыздар, жақсылап қамыр елейміз. Қамыр жұмсақ, қолға жабысатын болуы мүмкін, ештеңе етпейді. Енді осы орайда қамырымызды 8 бөлікке бөліп, таразыға өлшеп аламыз. 146 граммнан 8 бөлік шығады. Пергамент қағазымызды алдын ала 40-12 размерінде бөліп дайындап қоямыз. Енді қамырды жаю процесінде пергамент қағазының үстіне туырлап қамыр жаямыз тестімізді. Ол өте қиындау болуы мүмкін, сол үшін видеодағыдай жасауларыңызға болады. Видео барысында торттың жұмысы күрделі болып көрінуі мүмкін, бірақ өте дәмді, керемет, нәзік торт. Тестіні міндетті түрде ұн сеуіп отырып жайыңыздар. Сол кезде сіздерге жұмыс жасау процесі оңайға соғады. Осы орайда мен духовканы 180 градусқа қыздырып қойып, коржықтарды 7-10 минутта пісіріп дайындап алып жатырмын. Коржықтардың бәрі дайын болып пісіріп алдым. Енді крем жасау процесіне кірісемін. Ол үшін творожный сыр, сахарный пудра екеуін езіп аламыз. Үстіне сливкиді құйып, жақсылап креміміз қою болғанша миксерлейміз. Креміміз толық езіліп, қою түс болды. Тіпті миксердің басымен ұстап көргенде де ол ешбір түспейтіндей масса дайын болды. Енді коржықтарымызды пергамент қағазынан алмаймыз. Сол күйінде бір жерге қатарымен барлығын орналастырып, бетіне толығымен крем жағып шығамыз.
яғни бос орын қалмау керек коржықтың бетінде. Барлық коржықтарға кремді жағып болғаннан кейін коржықтың жұмсарғанын күтеміз. Яғни коржыққа крем сіңгеннен соң коржығымыз нәзік, жұмсақ болып шығады. Ал енді коржықтарды жинау процесіне кірістік. Менде общий 8 коржықтың 2-уін дұрыс жайылмай, формасы дұрыс шықпады. Сол үшін сол 2 коржықты ең бірінші орап жіберуге тырыстым. Дәл видеодағыдай пергамент бумагының көмегімен коржықтарды домалатып отырып жинаймыз. Барлығы видеода көрсетілген, міндетті түрде қарап шығыңыздар. Өте мұқият ораймыз, коржығымызды сындырып алмау керекпіз. Және ровно діп түзу етіп орайсыздар. Тортымыз ровно жақсы шығу үшін ең соңғы коржығымыздың сыртындағы қағазымызды шығармай, сыртынан кольцомызбен орап қоямыз. Бетіне крем жағып, бір түнге салқын жерге тортты қойып қоямыз. Міне біздің тортымыз бір түнге салқын жерде тұрды. Енді сыртындағы кольцоны шығарып алып, сыртына обтяжка кремін дайындап қоямыз. Обтяжка кремін толық дайындап болғаннан кейін мешокқа салып, дайындап қойып қоямыз. Енді тортымыздың сыртына арасына жаққан кремнен қалғанын бір слой жағып аламыз. Барлығы видеода анық көрсетілген. Яғни мұнда 2 мешоктағы кремнің бірі обтяжка, сыртына жағатын крем, екінші мешоктағысы арасына жаққан жұмсақ крем. Бірінші толығымен бір слой жұмсақ кремменен қаптап аламыз. Өте мұқият жасайсыздар. Сыртын толық тегістеп, бұрыштарын шығарып, әппақ етіп, кремді бір слой жағып шығамыз. Толық бір слой крем жағылғаннан кейін тортымызды тағы да 2 сағатқа салқын жерге қойып қоямыз. Ал бағана дайындап қойған обтяжка кремімізді холодильникке салып қоямыз. Бүлінген жерлерін сүртіп тазалап алып, салқынға тортымызды жібереміз. Тортымыз 2 сағат салқын жерде тұрып келді. Енді обтяжка кремін жағып, сыртын толығымен тегістеп,
жақсылап кремді өте мұқият, торттың формасын бұзып алмай жағып аламыз. Барлығы видеода толық көрсетілген. Егер менің каналым ұнап жатса, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментария жазыңыздар. Толық торттың формасын шығарып, креміміз артылып қалып жатса, әртүрлі түсті шығарып, сыртын жұқа етіп қаптап жіберуге болады. Мен мұнда сары түсті дайындадым. Сары түсті кремімді мешокқа салып, тортымның сыртын жұқа етіп бір қаптап аламын. Немесе сіздер осы әппақ болып тұрған торттың бетінен оформление жасап, сол күйінде қалдыруларыңызға болады. Бетін қарапайым ғана өз идеяларыңызбен дайындап, осындай керемет торт жасап, жақындарыңызды қуантып жүре беріңіздер. Ас болсын, барлықтарыңыз жасап көріңіздер.